Ал достар, бастайық. Бізге фарш, саланганидің ішінде 18 штук болады және жасалу жолы сыртында көрсетілген. Ендігі фаршқа 2 дана пиязды ұсақтап турап қосып аламыз. Осының үстіне 2 дана чеснок қосамыз. Келесі кезекте дәмдеуіштер: бұрыш, тұз, дәміне қартай өздеріңіздің қалауларыңызбен қосасыздар. Енді осының барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін саланганиді алып ұзыннан созамыз. Созылмаған қалпында достар, салангани кішірек болады. Егер созсаңыздар 2 есе өседі. Енді осының ішін жақсылап тұрып фаршпен толтырамыз. Тығыздап, жақсылап, астын бәрін тегістеп толтырып аласыздар. Қалған бөліктерді де дәл осылай созып, ішіне жақсылап фаршты толтырамыз. Ал достар, барлығын жақсылап салып алғаннан кейін, егерде фарштарыңыз қалса, одан дөңгелек шарлар жасап, ішіне орналастыратын боламыз. Келесі кезекте достар, қызып тұрған майымызға пиязымызды жақсылап қуырамыз. Оның үстіне сәбізімізді үккіштен өткізіп, турап, жақсылап бірге қуырып аламыз. Сәбіз бен пияз жақсылап тұрып қуырылғаннан кейін үстіне дәмдеуіштер саласыздар. Барлығын жақсылап қуырып алғаннан кейін астын тегістеп, видеода көрсетілгендей рет-ретімен орналастырамыз. Саланганиді орналастырып алғаннан кейін үстіне қайнаған ыстық суымызды толтыра құямыз. Осы қайнаған күйінде ыстық отта 5 минут, жай отта 10 минут пісіреміз. Келесі кезекте соус: бізге майонез, кетчуп керек және де тұздалған қияр. Осының барлығын жақсылап бір-біріне қосып араластырып аламыз.
Достар, араластырғаннан кейін осыған 2 дана чеснок қосамыз. Дәмін өте жақсы келтіреді. Осымен соусымыз дайын, тамағымыз пісті. Енді дастарханға ұсынсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі сабақта кездескенше сіздермен бірге болған тәтті әлем.